Ассаламу алейкум. Бізде кезекті қорап ашу. Қораптан шығару, яғни распаковка біраз болып қалды. Видео салмағанбыз. Енді біраз заттар келіп жатыр қат-қатармен. Осындай қомақты үлкен болған дүние келді. Сразу ескерте кетейін, бұл бізде электросамокат. Анау реклама не жаңа скотч жабыстырылып тұр, яғни бивший стекло деген упаковкасын жақсылап ораған екен. Жалпы зат жақсы, өте әдемі келген. Қазір мына видео барысында көресіздер. Видеоның соңына дейін көріңіздер, қызықты видео болады. Әрі ақпаратты, өте бір маңызды ақпаратты видеолардың қатары болады, бейнелердің бірі. Соңына шын сол үшін көреміз. Қазір ашамыз, көрсетемін, түсіндірем, барлық характеристикасын, қалай болатын, барлығын жиналатын, барлығын түсіндіре өтеміз. Сол үшін видеоны соңына дейін көруді сұранамын сіздерден. Осындай қораппен келген, мінекей жаңа ішкі дүниелері. Жалпы айтқан кезде бізде таможняда жалпы ашып шашқан кезде тура жаңағыдай жинамайды, қайтып сала салған. Ол енді тексеру бабынан болатын шаруа. Бірақ ол бізге ешқандай бір келіп кетер ешқандай не жоқ. Аспанда бір қара бұлт төндіретіндей осындай мақта не келген. Жалпы мощный болып келген. Жалпы айтқан кезде осындай жаңа дөңгелектерді каучук болып келген. Складной осындай жаңа рукоятка, складной сидушкасы бар. Аяғында арнайы жаңағыдай аяқ тірегіші бар. Полының өзі мықты болып келген. Астында батареясы 24 вольтқа арналған. Одан кейін бар бір қытайстардың бір несі, ана қып-қызыл тұрған, бұл жаңа өзімен жаңбырлы орайда мына екі амортизаторын көрсетіп жатырмын. Анау жаңбырлы орайда киетін плащевкада салып жүрген. Стойкаларды мықты, одан кейін фарасы да светодиодты өте мықты фармен келіпті. 4 диодты не кілті бар, сигнализация сияқты противоугонный, одан кейін барып үстіне жамылғы, одан кейін корзинасы бар. Жалпы зат өте мықты келген. Бағасы да өте керемет. Ондай баға бізде Қазақстанда жоқ жалпы. Жекеге шықсаңыздар, бағасын адия айтпадым, қызық тұрбабымнан. Өздерің жекеге шықсаңыздар, бағасын айтам, келісе жатармыз. Жалпы айтқан кезде материалы берген затым өте өзімнің ойымдағыдай шықты. Реальность ожидание деді ғой, күтуімен шындығы ұйқасады. Одан кейін өзімен осындай жаңағыдай зарядтағыш құрылғысын салып жүрген. Зарядтағыш құрылғысы да өте жаңа салмақты. Анау емес, одан кейін мына аппараттың өзі 12 вольт емес. Көп жерде 12 вольттықтарын ұрып жатыр. Бұл 24 вольт, 36 вольттықтарда болады. 2 ампердік питаниясы бар. Индикаторы бар, осындай жалпы жақсы. Одан кейін бұның бір ерекшеліктерінің бірі бұл заттың. Бұда дисплейінде бірінші показаниясы бар, екінші ручной тормоз, үшінші жаңағыдай міне оң жағыңызда кәдімгі инерционный жаңағы газды басқан сайын көтеріледі, обратка береді. Одан кейін міне көрсетіп отырмын. Ешқандай не жоқ, артық не жоқ. Бары түсінікті, любой чайникке, былай айтқан кезде жаңына бастаушыға түсінікті жағдай. Одан кейін қазір кілтті ашам, көрсетем. Толықтай пакеттерін жытпадым, себебі бұл заттардың бәрі под клиент, яғни клиенттің тапсырысы, заказдары. Мұна тұрған тетікше бұл зарядтайтын құрылғы. Одан кейін бұның көрінсін, не тұр ғой, жаңа ремень тұр ғой, бір ремень арнайы ременчик дейді. Бұл ременчиктің бір жақсы жері. Ертең бір жер бұзылатын болса, жарасы жеңіл, сондай, в общем, жапты айтқан кезде өте технологиясы жақсы. Бұл құрылғыларға одан кейін қосалқылар сатылады, жалпы ертең керек болсаңыздар заказ беруге болады негізі. Одан кейін анандай жаңағыдай материалдарды, арқасындағы дөңгелектерді, алдыңғы дөңгелектерді мықты материалмен жасалған. Стоповый габариттер бар, яғни тормозда ручной тормоз басқан кезде қазір арқасында қызыл шамдар жанады. Енді алайда бірақ мақсаттағы шамдар жоқ, яғни поворотниктер, бірақ басқаның бәрі бар. Сидушкасы өте керемет үлкен, кәдімгі жамбасқа жақсы отыра алады. Жамбасқа жақсы не түседі, тиіп жүрмейді жамбасыңызды. Одан кейін барып тағы да бір ерекшеліктерінің бірі, арнайы 2 кілті бар. Дисплей цветной. Жалпы айтқан кезде қазір тығам, көрсетем, қалай қосатынын, қалай өшіретінін бәрін түсіндірем қазір барысында. Міне бір кілтін ағыттық, сөйтіп тығып жатырмын мінекей. Міне бірден 2 бұрап жүрдім. Негізі бір бұрасаңыз бірінші питания қосылады, 2 бұрасаңыз фара қосылады, мүмкін фара қосылды. Қазір бірден мен түсінбедім, бір жинау барысында қазір қалай екенін бірінші қақпадым. Одан кейін барып өте келе түсіндік. Мінекей светтері де жақсы. Одан кейін барып жалпы скоростной екен. Клиентке жібергеннен кейін, мен бұл видео кеш салынып жатыр ғой, клиентке жібергеннен кейін сұрағанды міне өте резвий, жұлып тұр братылы. Мен сәл қолмен бұрағанның өзін қазір жұлып тұр. Клиентке жібере барысында сұраған кезде 30% зарядымен қателеспесем 3 сағат жүрді деді баламын деді. Бұл жалпы баласына алдырған зат.
сол үшін бұндай скутерлар негізі e-скутер деген бізде Каспий ма жалпы онлайн арнайы оны айтпай қояйын, онлайн магазиндерде жалпы осы тұрғысынан 220-200 тұрады. Әрі көп нәрсені байқаңыз, электросамокаттар сидушкасымен қымбат жүреді. Кілтті бір бұрасаңыз тек қана бірінші дисплей қосылады, зарядын көрсетеді, екі бұрасаңыз фары қосылады, общее питание қосылады. Мен арқасында габарит стоп тормозды басам, мен арқасындағы стоптар жанады, көрдіңіздер ме? Жалпы айтқан кезде арқаңыздан келіп отқан автокөлік иелері сізді жаңағыдай байқайды. Әжі барынша үстеріңізге отражатель киіп аласыз ғой. Осындай жалпы кілтті болып келген, уонға арналған несі бар, өзінің арнайы қатып қалатын, жалпы жақсы дүние болып келген. Бағасы да өте лайықты. Бағасы қызықтыратын болса, жекеге жаңа профилімен шықсаңыздар, келем болса видеоның астына комментарий жазсаңыздар, мен сіздерге WhatsApp нөмірін беремін, соған шығасыздар, бағасын түсіреміз. Так вот, міне клиенттің өзіне апардық. Клиенттер дәм риза, жеткіздік, иншалла. Габарит стоптары бар ма? Как положено, сидушкасымен. Клиент под себя, короче, баласына туған күні алып жатыр екен, алхамдулилля. Несімен, моторикасымен, астында, короче, резиновый ставкасы бар. И обязательно ремневой несмен, как положено, движок. Все? Ладно. Удачи вам, Катя. Ну, пожалуйста. Прям обрадовали. Ну, вот так.